Сәлем достар, ең ерекше торттардың бірін дайындаймыз. Қажет заттар: қант, какао, ұн, кипяток, жұмыртқа, ас содасы және де сұйық май. Ең алдымен ұнымызды саламыз, кейін қант саламыз, кейін ас содасын немесе разрыхителді саламыз, үстінен 3 жұмыртқамызды, кейін сұйық майымызды құйып, жақсылап майлы қою теста шығарамыз, араластырып. Араластырған кезде барынша ұзағырақ дұрыстап араластырыңыздар. Кейін бізге өте қайнап тұрған ыстық су керек болады. Қайнап тұрған суымызға какаомызды саламыз. Какаоны салған кезде видеодағыдай қою осылай шоколад шығады. Осы шоколадты массамызды сәл суытып, кейін жұмыртқалы массамызға аз-аздан салып араластырамыз. Бізде сол кезде шоколадты пирогтың тестасы шығады. Біздің теста өте біркелкі әдемі болады. Кейін оны қалаған формаңызға салып, қысып тұрған пеште жарты сағаттай көлемінде пісіріп аласыз. Корждар өзі андай сынғыштау болып келеді, оған еш мән бермеңіздер. Корждарды видеодағыдай ұсақ-ұсақ етіп турап тастайсыздар. Менде крем осындай сливки крем. Сливки кремнің көбі творожный сыр өте керемет дәмді болсын деп көбінесе творожный сыр қостым. Енді осы корждарымызға кремімізді салып, жақсылап араластырамыз. Творожный сыр болуы міндетті емес, сіздер жай ғана сливкидің өзін жасасаңыздар да болады. Араластырамыз, кейін оны қалаған формаңызға салып